Қайырлы күн, достар. Бүгін қысқа сақтауға болатын өрікті сиропта дайындайтын боламыз. Әуелі өрікті жақсылап жуып тазалап, екіге бөліп, дәнінен ажыратып аламыз. Терең шыны ыдысқа сыйымды етіп, бірінің үстінен бірін ретімен орналастырамыз. Оған дейін қазанда суды қайнатып қоямыз. Қайнаған суды өрікке құйып, біраздан соң суды қазанға сүзгі арқылы қайта құямыз. Набат салып, қазанымызды қайнатамыз. Набат қосылған қайнаған сиропты өрік салынған ыдысқа құйып шығамыз. Қақпағын жауып, суығанша қойып қоямыз. Салқындаған соң тоңазытқышқа саламыз. Міне достар, өте керемет. Өріктің дәмі өзгермей сақталады. Шайға қосып ішуге, түрлі бәліш, пирог дайындағанда қолдануға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.